Сәлем достар, менің есімім Мейірхан, мен Жуса Инвест маркетинг бөлімінің қызметкерімін. Бүгін біздің қонағымыз Нұрлан Ашинов мырза, ол кісі Жуса Инвест компаниясының активтерді басқару департаментінің директоры. Бүгін біздің тақырыбымыз пай қорлары қалай жұмыс істейді деген тақырыпта әңгіме қозғаймыз сізбен. Айтпақшы, сонымен бірге бізде қазір Жуса Инвест компаниясы ай сайын 1 миллион теңге беретін ұтыс ойын өткізіп жатыр. Ол ұтыс ойынға қатысу үшін сіз Жуса Инвесттен брокерлік шот ашасыз да, апта сайын кемінде 5000 теңгеге сауда жасап, сол ұтыстың қатысушысы боласыз. Ұтыстың жеңімпаздарын біз кездейсоқ генератор арқылы таңдаймыз. Соған қатысыңыз. Барлық мәліметтер төмендегі осы видеоның төменгі жағында көрсетілген. Сонымен Нұрлан мырза, сіз бүгін подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет. Подкастымызды бастаудан бұрын өзіңіз туралы кішкене айтып өтсеңіз, яғни сіз немен айналысасыз, жалпы қызметіңіз қандай, осында сол туралы кішкене айтсаңыз. Рахмет. Мен осы Жуса Инвестте активтерді басқару департаментінің басқарушы директоры болып табыламын. Біздің департамент осы өзіміздің активтерді, компанияның активтерін және клиенттің активтерін, яғни пенсиондық ақшаларды, активтерді және ПИФ пайлық инвестиционный қордағы ақшаларды және клиенттік индивидуалды түрдегі отырған активтерді басқару келісім шарт бойыншағы активтерді біз басқарамыз, біздің департамент. Біз осы қандай салаға инвестиция жасау, қай компаниялар таңдау, солардың барлығын осы біздің департамент жауап береді. Күшті. Осы алдымен бірінші сұрағым, сіздің басқаруыңыздағы активтердің бірі, яғни инвестициялық пай қорлары туралы біздің көрермендерімізге кішкене ақпарат берсеңіз, яғни жалпы олар не және қалай жұмыс істейді? Яғни пайдың басқа акциялардан, облигациялардан, тағы да басқа қаржы құралдарынан айырмашылығы неде? Яғни жалпы айтқанда пайдың айырмашылығы, мысалға бір адамдық, мысалы көп ақшасы жоқ дейік, мысалға бір адам 10 000 теңге салады дейік. Бірақ пай осы көптеген адамдардың ақшаларын жинап, қорға алып, белгілі бір құнды қағаздарға инвестиция жасайды. Мысалға, бір адам 10 000 теңге алып, ол инвестиция жасағысы келсе, ол комиссия деген бар, ол мысалға 10 000 теңгеге 10 немесе 20 акция немесе басқа облигация сатып ала алмайды. Себебі оның әр сатып алуына әр комиссия кетеді, ол бүкіл инвестицияға салған ақшаларының көбін комиссия жеп қояды. Ал инвестициялық қор, ол көптеген адамдардың жиналып, ақша жинап, яғни сосын басқарушы компаниялар өздері осы жинаған қормен құнды қағаздарға инвестиция жасайды. Бұл жерде, яғни комиссия азаяды, себебі үлкен сомма жиналады, сондықтан бұл инвестиция жасағанда. Сонымен қатар диверсификацияға қол жетіледі. Мысалға, адам 10 000, 20 000 теңгемен диверсификацияға қол жеткізе алмайды, себебі мен айтқандай, ол өте аз қомақ, аз ақша. Ал көптеген жиналған ақшалармен басқарушы компания өзі диверсификация жасап, өзі бұл ақшаларды дұрыс басқара алады. Ал оның пайдасын егер айтып тұрсыз ғой, мысалы, барлық адам бір неге салғаннан кейін ақшасын, оның пайдасы да енді көпшілікке бөлініп кете ма, или қалай болады? Оның да пайдасы көпшілікке бөлініп кетеді. Бірақ мен айтқандай, мысалға 10 000 теңгемен сіз мысалға 10 құнды қағазға инвестиция жасасаңыз, сіздің бір кем дегенде 1000 теңгеңіз комиссияға кетеді. Сонда 10% комиссия кетеді. Ал мысалға 10 000 теңгемен 1000 адам жиналса, ол 10 миллион теңге болады. 10 миллион теңгемен мысалға біз миллионнан 10 құнды қағазға инвестиция жасаймыз. Оның мысалға комиссиясы 1%ға жетпеуі мүмкін. Көрдіңіз, мысалы өзі инвестиция жасаса 10%-да, мысалға пайдық қор инвестиция жасаса 1%, себебі яғни көлемі көбірек болады. Түсінікті. Егер де ол мысалға мен және сіз, осы видеоны түсіріп отырған жігіттер барлығымыз ақша жинап 1%-ға салатын болсақ, ол жерде біз акцияларды өзіміз таңдай алмаймыз, оны тек басқарушы компанияға таңдайды ол акцияларды. Солай. Сіз мына акцияға инвестиция жасар алдында пайдың ережелерімен танысасыз. Ол ережелерде инвестициялық декларация бар. Ол инвестициялық декларацияда көрсетілген пайлық қор қандай стратегияны қолданады, қандай
құнды қағаздарға салады, мысалға ол жазылуы мүмкін, мысалы ақш-тың құнды қағаздары, немесе акциялар, немесе облигациялар, мысалға 20%-дан артық ақш-қа салмаймыз деген мысалға ол шектеу болуы мүмкін. Сол сияқты әртүрлі шектеулер мен стратегиялар жазылған инвестдекларация болады. Инвестор солармен танысып, егер ол өзіне қолайлы болса, инвестордың өзіне ұнаса, ол сол пайлық қорға ақшасын сала алады. Бірақ басқа шешімдерді, мен айтқандай, басқарушы компания өзі шешім қабылдап, өзі инвестициялайды. Түсінікті. Егер де жаңағы мысалға біз ақша салдық қой, жаңа пай қорын салғаннан кейін біз көздеген нәтижеге жетпей, бірақ пайдың несі жаңағы бағасы төмен түсіп кетсе, құлдырап кетсе, оған ол кезде жауапкершілікті кім алады? Компания ала ма, әлде ешқандай не жоқ бұл жерде? Жоқ, ол кезде жауапкершілік деген бұл қор нарығы болғандықтан бұл жерде яғни плюс та болады, минус та болуы мүмкін, мысалға. Ешкім ешқандай кепілдік бермейді. Тіпті заң бойынша да кепілдік ешқандай беруге болмайды компанияларға. Сондықтан бұл жерде енді кері кірістер болған жағдайда да ол мысалға инвесторға біз кішкене күте тұруға кеңес береміз. Себебі қор нарығында ондай уақыттар болып тұрады. Мысалы, қазір қарасаңыз, жылдың басынан бері осы соғыстың кесірінен, тағы да басқа себептерден пандемияның әсерлері енді қор нарығы енді ғана сезіп жатыр олардың бәрін әсерін. Сондықтан қазір көптеген құнды қағаздар өте қатты құлдырап кетті. Бірақ енді ол жоғарылау жақын арада біз күтеміз. Сондықтан ондай жағдайларда біз үміт бар, үлкен үміт бар. Сондықтан біздің инвесторларға ондай жағдайларда асықпай күте тұруға кеңес береміз. Түсінікті. Ал енді біз пай қорлары туралы жақсылап түсініп алдық деп ойлаймын. Енді бізде Жусан Инвесттің басқаруында бірнеше пай қорлары бар. Сіз тікелей сол пай қорларға жауапты маман ретінде солар туралы кішкене айтсаңыз, қандай пай қорлары бар, олар қалай жұмыс істейді, олардың стратегиялары қандай жалпы? Енді жалпы айтқанда бізде қазір интервалды ашық 5 пай қор бар. Олардың енді атап кететін болса, оның 3-еуі доллармен саласыз, екеуін теңгемен саласыз. Олардың аттары енді Harmony деген қор, Достар, Алға, Әлем және Абырой атты қорларымыз бар. Бұлардың барлығында да негізгі инвестиция долларда жүреді. Яғни сіз тіпті теңгеге сатып алғанның өзінде біз ол алған ақшаларыңызды долларға аударамыз да, көбін долларда инвестициялаймыз. Себебі сұраныс, бұл осы біздің стратегия, ол үлкен сұраныстың нәтижесі. Қазақстанда көбі мысалға сатып алған кезде, инвестиция жасаған кезде немесе депозитте ақшаларын ұстайды, теңге ақшаларын, немесе Қазақстанның облигацияларына ақшаларын салады. Ал доллар мәселесіне келгенде, ол бізде яғни девальвация болып тұрады, анда-санда сол девальвациялардан өздерін қорғау үшін, яғни көп инвесторлардан осы доллар девальвациядан қорғайтын, қорғай білетін доллар номиналды пайлық қорларды сұраныс көп болды. Сондықтан барлығы 5-еуі де долларда инвестиция жасаймыз. Қазіргі кезде біз осы кейбір қорларымызда стратегияларымызды өзгертіп жатырмыз. Мысалға, Алға деген пайлық қор туралы айтатын болсақ, осы 3-ші кварталдың нәтижесі бойынша біз онымен дивиденд төлейтін боламыз. Яғни, квартал сайын біз дивиденд төлейміз, жылдық мөлшері 3% долларда. Оған қоса оның енді өсімі бар. Сондықтан, яғни осы Алға бойынша біз теңгемен алғанда шамамен 12-14% кіріс, жылдық кіріс болжаймыз. Оның осы Алғада шамамен алғанда жартысы долларлық облигациялық құнды қағаздар, қалған жартысы жоғары дивиденд төлейтін акциялар. Сонымен қатар тағы екінші қор туралы айтатын болсақ, оның аты Harmony. Ол енді номинал теңгемен, бірақ мен айтып өткенде оның инвестициялық құрамы долларда. Яғни девальвация болса, сіз қорықпайсыз, ол құнды қағаз доллар қаншаға өсті, сонша пайызға жоқ дегенде өседі. Оның стратегиясы, яғни біз оны паритет риска деген стратегияны қолданып жатырмыз. Ол соңғы 30 жылда, оның осы
портфель. Соңғы 30 жылдағы құнды қағаздардың өзгерісін ескеріп құралған портфель, құралған стратегия. Яғни ол минималды риск, яғни оның риск өте төмен дейсіз ғой. Рискі өте төмен, бірақ кірісі кәдімгі жалпы S&P 500 индексімен сәйкес келеді. Сондықтан ол осындай стратегиялық инвесторларға, ұзақ мерзімді инвесторларға өте жақсы және келеді. Мен естуімше Harmony-ға жаңағы 1 теңгеден бастап. Harmony-ға тіпті сізде 1 теңгеңіз болса да, оны инвестициялауға мүмкіндігіңіз бар. Күшті. Кейде 1 теңге не істерін білмей қалған кезде жақсы не екенін былай қараған кезде. Кәдімгі инвестиция не екенін көруге, қалай жұмыс жасайтынын көруге ол өте жақсы бір құралдардың бірі деп ойлаймын. Енді біз жаңа осы инвестицияны бастауға ойланып жүрген адамдар үшін Harmony айтып бастадық қой, осыған бастап көрсеңіз болады деп. Енді сізге тағы бір сұрағымыз, осы инвестицияны тікелей жаңағы сіздің жауабыңызды жалғастырып кетсек дегенім ғой. Инвестицияны бастағысы келіп жүрген, бірақ акциялардың жиі төмен жаңағы құлдырап өсіп кетуінен қорқып жүрген адамдарға осы пифтардан бастауға қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Пифтардан бастаған олар. Мен ойлаймын, пифтардан дұрыс, өте дұрыс пифтардан бастаған. Себебі біріншіден осы басқару, активтерді, қордың активтерін басқаруды біз өзіміз жүргіземіз. Біз күнделікті бақылап отырасыз. Күнделікті бақылап отырамыз, жаңалықтарды қарап отырамыз, күнделікті акцияларды қарап есептеп отырамыз. Диверсификация, яғни осы пайлық қорларды салым жасаған кезде біз мысалға оны тек қана компания бойынша диверсификация емес, тағы да сектор бойынша да диверсификацияны еске ұстаймыз. Сондықтан мысалға адам ең инвестиция жасау бастаған кезде мысалға ол бір акциядан бастауы мүмкін. Ал мысалға сіз қазір қарасаңыз, жылдың басынан бастап кейбір акциялар өте қатты құлдырап кетті. Мысалға Netflix сияқты компаниялар 70-80%-ға құлады. Ондай құлағаннан кейін көп инвесторлар ойы қайтып қалуы мүмкін, қорқып қалады. Ол ойлайды, ой жоқ, ол фондовый рынок, ол өтірік нәрсе, ол тек алда өтірік деп сондай не пайда болуы мүмкін. Ал біздің пайлық қорға салған кезде, әрине біз мысалға жалпы қор нарығы құласа, ол біздің пайдың бағасы құламайды деп айтпаймын. Себебі бәрі құлайды дейсіз. Бәрі құлайды, бірақ бізде диверсификация арқасында, сосын біз мысалы уақытылы сату мүмкінбіз, мысалы кейбір позициялар жабу мүмкінбіз. Секторлық диверсификация бар, сосын пайлардың құрамында тек қана акциялар емес, сонымен қатар облигациялар бар, олар мысалы азырақ құлайды, сол сияқты алтындар бар мысалға. Сондықтан пайлық инвестиция, ол инвестицияның, пайлық қорлар ол инвестицияның дәмін көруге мүмкіндік береді. Ал содан соң мысалға оны оқып, түсініп, қалай жұмыс жасайтынын білгеннен соң, адам өзі брокерлік счетты ашып, өз басымен мысалға біздің аналитиктердің инвестицияларын қолданып, өзі инвестиция жасауына болады. Енді жаңа сіз жалпы пай қорларынан бастаған дұрыс деп жауап бердіңіз ғой. Енді сол пай қорлардан біздің көрермендер көріп отыр ғой, көрермен көріп отқаннан кейін, окей, бұл кісілер пай жақсы деп жатыр, енді мен пайдан бастайтын болсам, бізде жаңа жарнамалайтын нелердің бірі Harmony кіреді ғой. Сол Harmony туралы кішкене толығырақ ақпарат бере аласыз ба? Яғни қай секторлар бойынша жұмыс істейді, қай елдердің акцияларына ақша салынған, сол туралы кішкене. Яғни бізде соңғы уақытта әлеуметтік желідегі парақшаларымызда осы Harmony туралы өте көп сұрақтар келіп жатыр да. Сіз осы бір видеомен біздің жаңа СММщиктердің жұмысын жеңілдетіп берсеңіз, сұрақтарына жауап беріп. Яғни осы мен айтып өткендей, осы паритет риска деген стратегия. Яғни ол осы Нобель лауреатының Марковиц деген несі бойынша жасалған. Ол оны тағы айтады, вечный портфель дейді, всесезонный портфель деп айтады, барлық сезондық портфель дейді. Ол осы біздің Harmony жаңа стратегия өтіп жатыр. Ол мен айтып өткендей соңғы 30 жылдағы акциялардың, акция емес ETF-тардың, яғни қай сектордың, қандай құнды қағаздың қалай қимылдайтынын ескере отырып, яғни статистикалық есептеу жасадық. Толық зерттеп дейсіз ғой. Толық зерттеп, бэктест деп айтады, бэктест жасап шығарған, формуламен жасалған, белгілі бір үлестермен жасалған портфельмен құралған. Яғни ол көбінесе бөлек-бөлек компаниялардың акцияларынан емес, ол
ETF деп аталады, иә, ол кәдімгі фондтық құрылымдардан жасалған, мысалға технологиялық сектор, мысалға алтын шығаратын компаниялар, мысалға банк саласы, сол сияқты ETF-тардан құралған, белгілі бір мөлшерде құралған. Оның ішінде тағы да, яғни Американың казначейлік қағаздары бар, сол сияқты бір белгілі бір мөлшерде жасалған. Ол ай сайын біз оны ребалансировка жасап тұрамыз, ол долясын мөлшерін қайтадан сол қалпына келтіру үшін өзгерістен кейін минималды ауытқулар мен жоғары өсім пайызын беретін стратегия деп оны есептейміз. Окей. Жалпы Harmony туралы, яғни біз 1 теңгеден бастап, яғни осыған дейінгі нені қорытындылатын болсақ, бізде Harmony пифына, яғни пай қорына 1 теңгеден бастап инвестиция жасауға болады. Сондай-ақ ол жерде соңғы 30 жылдағы жаңағы паритет рисктің барлығын сіздер зерттеп, тексеріп, яғни барынша тәуекел төмен дейсіз ғой ол жерде жаңағы. Иә. Әрине, мысалға ол стратегия бойынша, мысалға жалпы S&P 500 дейді ғой, мысалы Американың ең үлкен 500 компаниясының акцияларының сомасы, жиынтығы. Ол мысалы біз индекс S&P 500 пен салыстырып көрдік соңғы 30 жылда. Әрине, S&P 500 құлаған кезде бұл портфельде құлайды. Бірақ оның құлауы азырақ. Бірақ өскен кезде ол S&P сияқты өседі, бірақ құлаған кезде ол S&P-дан азырақ құлайды. Өссе қатты өседі, құласа азырақ, дәл солай. Сондықтан ол яғни кірісі S&P-мен сәйкес келеді, бірақ тәуекелділігі төменірек стратегия деп айтсам болады. Сонымен қатар, осы айтқым келетіні, біздің пайлық қорларды сатып алған кезде инвесторлар сатып алып, содан кіріс көріп, оны қайтадан сатқан кезде, мысалға екінші деңгейлі нарықта осы пайларды сатқан кезде ол кірістен налог төлемейді заң бойынша. Сондықтан ол налогтан да мысалға босатылады осы кірістен. Сонымен қатар, мысалға оны сатып алып сатқан кезде жусанның комиссиялары да жоқ. Мысалға осы пай сатып алу үшін біз жусан комиссия 0 теңге аламыз. Сосын сіз айтқандай, осы тіпті аз теңгеден ақ сатып ала беруге болады. Яғни бұл Harmony былай қараған кезде салық та төлемейміз, комиссия да алынбайды, тәуекел деңгейде төмен, ал егер кіріс келетін болса өте белгілі бір деңгейде жоғары. Яғни енді бастаған адам үшін, ешқандай инвестициядан хабар жоқ адам үшін өзінің ақшасын басқаруға сіз сияқты кәсіби мамандарға береді. Сіздер нарықты үнемі зерттеп қарап тексеріп отырасыздар. Кіріс түскен кезде ол кірісін алады. Сонымен қатар сол алған кірісіне салық төлемейді. Комиссия да алынбайды. Яғни біздің инвесторлар үшін, пай қорын таңдаған инвесторлар үшін тек плюс, яғни бұл жерде плюс көп. Плюсы көп, плюс көп. Біздегі жаңағы активтердің тағы біреуі ол құрылымдық ноттар дейді. Яғни көпшілік адам түсіне бермейді құрылымдық нот не екенін. Ол қалай жұмыс істейді, неге ол құрылымдық нот деп атайды оны? Осы туралы кішкене атап өтсеңіз біздегі. Енді құрылымдық нот деген атауын енді мен ойлаймын, ол өйткені ол әртүрлі инструменттерден құралады. Оның мысалы ішінде опцион да болуы мүмкін, оның ішінде құнды қағаздың өзі болуы мүмкін, оның ішінде мысалы облигация да болуы мүмкін. Ол солай бүйтіп құралған құнды қағаз деп атасақ болады. Сондықтан оны құрылымдық нот деп атайды деп ойлаймын. Ал ол туралы айтатын болсақ, ол акция мен облигацияның бір ортасындағы инвестиция деп есептеймін. Өйткені мысалы құрылымдық нот әртүрлі болуы мүмкін. Мысалға қазіргі кезде мысалға біздің клиенттерге көбіне ұнап жатыр защита капитала дейді. Капиталды қорғау нотасы. Мысалға ол мысалға 3 жылға сатып алынады. Долларда әрине, мысалға сіз $10,000 салсаңыз, ол құрылымдық нотаға, ол 3 жылдан кейін плюс 9% гарантия береді. Яғни, мысалы, 10,000 салсаңыз, $10,900 сіз гарантия түрде аласыз. Депозит айтатын болсақ, депозит барымыз білеміз, 1% долларда. Оған қоса, ол мысалға, ол жердегі базалық активтер бар. Мысалға айтатын болсақ, S&P болады, мысалға NASDAQ болуы мүмкін, и тағы да басқа, мысалға индекстар болуы мүмкін. И және ол индекстарға байланып тұрады. Ол индекстар тіпті 50%-ға құласа да, сіз өзіңіздің плюс 9%-ыңызды аласыз. Бірақ егер ол индекстар
өсетін болса, сіз сатып алған уақыттан бастап, сіз оның өсіміне де қатысасыз. Мысалға 100% қатысым болса, ол индекстар мысалға сіз сатып алғаннан кейін 20%-ға өссе, сіз плюс 9 емес, плюс 20% аласыз. Яғни минус шектеуліде, ал кіріс өсе беруі мүмкін. Сосын тағы мысалы гарантиялық купоны бар ноталар болуы мүмкін. Мысалға ол жерде мысалы 1,5 жылға немесе 2 жылға шығарылады. Мысалға 1,5 жылға айту мүмкін долларда мысалы 7% гарантиялық купон түсіп тұрады. Мысалы сізге ай сайын 7/12% түсіп тұрады. Я купон ол гарантия түрде ештеңе болмайды. Сонымен қатар базалық активтердің бір белгілі деңгейдегі қорғанысы бар. Мысалға ол базалық активтер мысалға 35% дейік, минус 35%. Ол барьер деп атаймыз. Егер ол базалық активтер 35%-дан кем құласа, сізге бәрібір сіз өзіңіздің салған ақшаңызды 100% аласыз. Енді әрине оның да белгілі бір рисктері бар, тәуекелдік нелері бар. Мысалға ол 35%-дан көбірек құласа, мысалға айтайық 50%-ға құлады дейік базалық актив. Ондай кезде 35 пен 50-дің арасындағы пайызды, яғни 15%-ды сіз жоғалтасыз әрине. Мысалы $10,000 емес, сіз мысалы 10,000 минус 15%, мысалы $8,500 қайтарасыз, бірақ сіз оны ақша түрінде алмайсыз, оны акция түрінде аласыз. Ең қатты құлаған акцияны аласыз да, сізге сол $8,500 тұратын сол акцияны сізге береді. Бірақ ана гарантияны, мен айтқан гарантия мысалға купондарда 7% болса, оны сіз бәрібір аласыз. Акция қанша құласын, құламасын. Онда құрылымдық ноттар өзінің ақшасын яғни құнын жоғалтып алғысы келмейтін, яғни бір жерге ақшамды акцияға салып немесе бір белгілі бір жерге инвестиция салып, соның ақша құлдырап кетуінен қорқатын кісілер үшін өте тиімді қаржы құралы ретінде айтуға болады. Бірақ енді мен оны тіпті рисксіз деп айта алмаймын. Өйткені ол мысалға акция қатты құлап жатқан жағдайда ол инвестор бәрібір кішкене жоғалтады. Бірақ мысалға айтайық, ол адам инвестор құрылымдық нотаны емес, акцияны сатып алған болса, мысалға дейік, ол акция 50%-ға құлады дейік, ол жағдайда инвестор 50% ақшасын жоғалтады. Мысалы 10,000 салды ма, ол акция 50%-ға құлады, ол $5,000 алады. Енді құрылымдық нотаға салған болса, тура сол инвестор $10,000, акция 50%-ға құласа, ол мен айтқандай 50 минус 35, ол $8,500 алады. Плюс оған қоса гарантиялық купоны бар деп айттым, 7% жылдық, мысалы 1,5 жылда болса, ол 7-ні 1,5-ға көбейтеміз, 11,5%. Оған қоса $10,000-дан 10,5%, сонда $1,050 алады. Сонда 8,500 плюс 1,050 ол 9,500. Сонда бар болғанда 5% жоғалды. Ол риск жоқ деп айтпаймын, бірақ рискі таза акцияға салғаннан гөрі азырақ. Түсінікті. Жаңа тәуекел риск деп айтып жатырмыз ғой. Осы тәуекел демекші, бізде жаңағы осы подкасттың басында айтып өткен біздің ұтыс ойынымыз бар. Яғни сіз осы уақытқа дейін инвестиция жасауды ойластырып жүрген болсаңыз, дәл осы қыркүйек-қазан айында Жусанинвест компаниясы инвесторларға арналған күшті ұтыс ойын өткізіп жатыр. Сіз ол үшін не істеу керексіз? Алдымен Жусанинвест компаниясында шот ашасыз, брокерлік шот. Егер брокерлік шотыңыз болса, бірден қатыса берсеңіз болады. Апта сайын кемінде 5,000 теңгеге сауда жасайсыз. Яғни мысалы сіз 3,000 теңгеге акция сатып алсаңыз, 2 күннен кейін оны 2,000 теңгесін сатып жіберсеңіз тағы, солай общий сізде жалпы сізде 5,000 теңге болады. Яғни сіз автомат түрде осы ұтыстың қатысушысы боласыз. Әр ай сайын Жусанинвест компаниясы осы ұтысқа қатысқан адамдар арасында кездейсоқ генератордың көмегімен бір жеңімпаз анықтап алады. Сол жеңімпазға біз ай сайын $1,000,000 теңге береміз. Яғни 2 айға бұл ұтыс ойыны 2 айға жалғасады. Қазан айының 28-іне дейін кез келген адам, осы Жусанинвесттің кез келген клиенті қатысып, $1,000,000 теңге ұтып алуға болады. Конкурсқа қатысыңыздар, $1,000,000 ұтып алыңыздар. Біздің кішкене рекламный паузамыз болды. Әрі қарай подкастымызды жалғастырсақ, енді мен келесі сұрағым сізге, Жусанинвест не үшін инвестициялық пай қорларына сатып алған үшін комиссия алмайды? Яғни бұл инвесторларға арналған ынталандыру ма, әлде бұл қалай? Ол инвесторларды ынталандыру біріншіден, екіншіден басқарушы компания ретінде активтерді басқарған үшін Жусанинвест онсыз да мысалы кірістен комиссия алады, сонымен қатар басқарудағы сомадан комиссия алады. Сондықтан тағы да оның үстіне тағы комиссия болмау үшін біз өзіміздің, яғни инвестиция жасаған үшін, транзакциялар үшін ешқандай комиссия
Жусан Инвесттен осы пайлық қорларды алып сатып алған үшін, сатқан үшін ешқандай комиссия алмайды. Түсінікті. Бізде осы 2019 жылдан бері зейнетақы қорларын басқаруға алдық, яғни Жусан Инвест басқара алады. Осы туралы біз көрерменге кішкене мәлімет берсеңіз, яғни осы кәсіби осы зейнетақы жинақтарын басқаратын кәсіби маман ретінде, яғни олардың ертең жинақтары қалай өседі, қаншалықты сенімді осындай инвестициялық компанияларға басқаруына беру сол зейнетақы жинақтарын. Енді сенім жағына келетін болсақ, мысалға кейбіреулерде сұрақ туындайды, ол мысалға Жусан Инвест немесе басқа басқарушы компания банкрот болып кетсе менің ақшаларым не болады дейді. Айтқым келетіні, біздің осы инвестициядағы басқаруымыздағы пенсиондық активтер біздің қолымызда емес, ол банктерде болады, немесе құнды қағаздар болса, ол халықаралық учетный компанияларда болады, ол компанияның құнды қағаздары мысалға. Сондықтан ондай жағынан ешқандай тәуекел жоқ. Екіншіден инвестиция жағына келетін болсақ, біз мысалға 35-тен 50%-ға дейінгі бүкіл барлық инвестицияларды долларда сақтаймыз, долларда инвестиция жасаймыз, үлкен атақты компанияларда инвестиция жасаймыз, акция немесе облигация немесе пайлық қорлар. Сондықтан яғни диверсификация мәселесі, кредиттік рейтинг мәселелері бізде риск менеджмент жағы өте қатаң түрде жүргізіледі. Сондықтан мен ойлаймын, яғни ол пенсиондық активтер жағы мәселесі өте сондай өте төмен тәуекелі және адекватты кіріс дәрежесінде. Яғни зейнетақысын бергісі келген адамдар қорықпай тапсыра беруге болады. Яғни ол ертең болашақта көбірек табыс алғысы келсе, осындай инвестициялық компаниялардың басқаруына беруден ешқандай тәуекел аз дейсіз ғой. Әрине. Түсінікті. Бүгін бізде сізді кәсіби маман ретінде шақырып отырмыз да, бізде көрермендер арасында осы инвестицияға байланысты, қор нарығына байланысты өте көп кітаптар тұрады. Яғни қандай кітап оқысам болады деп, сіз осы активтерді басқару департаментінің директор ретінде біздің көрермендерімізге қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Яғни осы қор нарығын жақсы түсіну үшін, осы риск менеджмент деп тұрсыз ғой, сол жақтардың барлығын біліп, қай жаққа акция салған өзі шешім қабылдайды адам. Сол шешім қабылдаған кезде кішкене күдігі азаю үшін қандай кітаптар, қандай ақпарат көздерін оқуға кеңес бересіз? Яғни енді ең атақты инвесторлардың ең атақты Бенджамин Грэхэм деген бар, инвестор. Ол Уоррен Баффеттің мұғалімі, ұстазы деп айтсақ болады. Оның «Разумный инвестор» деген кітабы мысалы бар. Мен ойлаймын, ол енді инвестиция саласындағы бастап жатқан адамдардың барлығы енді сол кітаппен танысуы міндетті деп есептеймін. Яғни біздің көрермендерімізге Нұрлан Ашинов мырза Бенджамин Грэхэмнің «Разумный инвестор» кітабын ұсынасыз. Яғни көрермендеріміз, егер де сіз осы салаға қызығып жүрген болсаңыз, осы инвестиция жасап табыс тапқыңыз келсе қор нарығы арқылы, онда біздің ұсынысымыз Бенджамин Грэхэмнің «Разумный инвестор» кітабы. Бүгін осымен біздің подкастымыз тәмам. Бүгін біз инвестициялық пай қорлары туралы атап өттік, сонымен қатар басқа да активтер туралы айттық. Яғни осы уақытқа дейін біздің әлеуметтік желіде келген сұрақтарымызға белгілі бір деңгейде Нұрлан мырза көп жауап берді деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Келгеніңізге. Тағы да келесі подкасттарымызға шақырамыз. Келіп тұрыңыз. Бүгін подкастымыз өте қызық өтті. Сонымен достар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.